Сәлем балақай, біз бүгін үй құстарымен және жануарлармен танысамыз. Ал сен олардың қалай дыбыстайтынын білесің бе? Ең бірінші жануар жылқы. Жылқы кісінейді. Ал бұл түйе. Түйе боздайды. Мынау сиыр. Сиыр мөңірейді. Бұл қой. Қой маңырайды. Бұл ешкі. Ешкі де қой секілді маңырайды. Жылқыға ұқсайтын бұл жануар есек. Есек ақырады. Мынау ит. Ол бәрін күзетеді. Ит үреді, арсылдайды. Мысық. Мысық мяулайды. Бұл бүркіт деген киелі құс. Бүркіт шаңқылдайды. Мынау қаз. Қаз қаңқылдайды. Тағы бір үй құсы үйрек. Үйрек барқылдайды. Бұл әтеш пен тауық. Әтеш шақырады. Тауық қытқыттайды. Бұл күркетауық. Күркетауық күркілдейді. Мынау шошқа. Оны қазақтар асырамайды. Шошқа қорсылдайды. Сондай-ақ кей адамдар үйлерінде тотықұс, балық, алақоржын, тасбақа, қоян секілді жануарларды да асырайды. Олар да өздеріне тән дыбыс шығарады.